Сәлеметсіңдер ма, оқушылар? Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстандағы 1986 жылғы желтоқсан оқиғалары. Негізгі оқу мақсатымыз 1986 жылғы желтоқсан оқиғасының тарихи маңыздылығына баға беру. Зерттеу сұрағымыз: демократиялық процестер қоғамдық сананы қалай өзгертті? Ондай болса, тақырыбымыз бойынша бейне жазбаға назар аударайық. 1986 жыл 16 желтоқсанда Мәскеудің тағайындауымен Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бас хатшылығына осыған дейін қазақ даласына аяқ басып көрмеген Геннадий Колбиннің сайлануы шовинизмнің қазақ халқын кезекті табанға таптау еді. Бірақ қазақ енді шыдамады. Қазақ жеріне аяқ басып көрмеген, жергілікті ұлттың тыныс тіршілігінен мүлдем бейхабар өзге ұлт өкілі сайланғаны қалай? Өз елін басқаруға жергілікті ұлт баласынан бірде-бір адамның лайық табылмағаны ма? Не үшін? Көкейді тілгілеген осы сұрақтармен 1986 жылдың 17 желтоқсанында Алматының бас алаңына қарай ағылған қазақ жастарының ойында үкіметке қарсы көтеріліс жасау атымен болған жоқ. Әр республиканы өз көсемі басқарсын, ешбір ұлтқа артықшылық берілмесін деген ұрандар ғана көтерген олар, қарусыз, қамсыз күйде өктемшіл билікке наразылықтарын бейбіт түрде жария етті. Бірақ менмен билік қол астындағы бұратана ұлттың өзіне қарсы пікір айтып, бас көтере қалғанына жыландай жиырылды. Алматыға республиканың басқа қалаларынан арнайы бөлімдер және Ташкент, Фрунзе, Челябин, Новосібір, Свердловск, Тбилиси, Уфа қалаларынан әскери күштер жеткізілді. Ұлт намысы шұқтырылып, итке таланған, аяусыздықпен арыз орланған қазақ қыздары мен намысы қорланған қазақ жігіттері оқиғадан соң жаппай қудалануға түсті. Бүкіл одақтық орталық теледидар 18-19 желтоқсанда қазақ жастарын ұлтшыл, бұзақы, маскүнем, нашақор деп айыптап, газет басылымдары да осын айтып, өдере шулап жатты. Желтоқсан қозғалысына орай жалпы 8500-дей адам ұсталып, 99-ы түрлі мерзімге сотталды. 100-деген адам әкімшілік тәртіпте жазаланды. 300-ден аса жас жоғарғы оқу орындарынан 319 адам жұмыстан, 52 адам партия, 758 адам бүкіл одақтық Ленин комсомолы жастары қатарынан шығарылды. Сонымен балалар, бейне жазбадан түсінгендерің бойынша сендерге тапсырма ромб әдісі арқылы желтоқсан оқиғасын болдыртпау жолдарын ұсыныңдар. Ода қойылатын негізгі дескриптормыз желтоқсан оқиғасын болдыртпаудың 4 жолдарын ұсынасыңдар. Бағалау. Толтырып болғаннан кейін бір-бірлеріңді 2 жұлдыз 1 тілек әдісі арқылы бір-бірлеріңді бағалаңдар. Бұл тапсырманы орындап болсақ, келесі тапсырмамыз рак әдісі арқылы желтоқсан оқиғасының тәуелсіздікке жасалған алғашқы қадам екендігін дәлелдеп жазыңдар. Сонымен балалар, біздің бүгінгі тақырыбымыз бойынша үйге тапсырма, желтоқсан оқиғасына қосар үлесің, желтоқсан оқиғасы туралы естігенде, көргенде қандай